Сәлеметсіздер ме оқушылар? Жая Мұса атындағы Ақсу жоғары көпсалалы колледжінің электр станциялары мен қосалқы станциялардың электр жабдығы пәнінен үш фазалы қысқа тұйықталу токтарын есептеу әдісі бойынша тақырыпты қарастырамыз. Дайындаған электроэнергетика бөлімінің арнайы пән оқытушысы Абдрахманова Жанаргүл Тоқтаровна. Сабақтың мақсаты алмастыру сұлбасын құру және олардың параметрлерін есептеу. Алмастыру сұлбасын түрлендіруді үйрену. Алмастыру сұлбасын құру және олардың параметрлерін есептеуден бастайық. Қысқа тұйықталу токтарын есептеу тәртібі электростанцияның есептік схемасын құрудан басталады. Принципиалды схемадан алмастыру схемасын түрлендіреді. Алмастыру сұлбасының барлық элементтерінің параметрлерін анықтайды. Алмастыру схемасының ең қарапайым түріне дейін жеңілдетеді. Қысқа тұйықталу токтарын есептейді. Және қысқа тұйықталу токтарын есептеу электр жабдықтары мен ток өткізгіш бөліктерін есептеу үшін қажет. Энергожүйе симметриялы үш фазалы жүйе болғандықтан есептеу бір фазаға жүргізіледі және сұлбалардың бір сызықты схемасын қолдануға болады. Электрлік аппараттар мен ток өткізгіш бөліктерді таңдау үшін есептік сұлбада қысқа тұйықталу нүктелерін белгілейді және оларды көбінесе шинаға белгілеу қажет, өйткені барлық аппараттар шинаға жалғанады. Әрбір кедергіге өзінің реттік нөмірі беріледі және ол есептеудің соңына дейін сақталады. Кедергілердің мәндерін Рожкова-Козулин 3/5 кестесінің 131 бетіндегі формулаларға сәйкес есептеледі. Екі орамды трансформатордың алмастыру сұлбадағы көрінісі X-ті деп белгіленеді. Оның жоғарғы жағы орамы және төменгі жақ орамының барлығы бір кедергімен көрсетіледі. X-тінің мәні УК деп анықталады. Немесе үш орамды трансформатор мен автотрансформаторды екеуінің алмастыру сұлбасы ұқсайды. Екеуінде де үш орамы болады. Жоғары кернеу орамының кедергісі XTV, ортаңғы кернеу орамынікі XTS, төменгінікі XTN. Барлық кедергілердің анықтамасы формула бойынша, оң жақтағы формула бойынша есептеу жүргізеді. Электр жүйесінің алмастыру сұлбасы есептік схемадағыдай бірізділікпен қосылған жекелеген элементтері алмастыру схемасының жиынтығы болып табылады. Мұндағы есептік сұлбада генератордың кедергісі X-ті 2 штрих, трансформатордығы X-ті 1 және екінші трансформатор болғандықтан X-ті 2, әуе желінісінікі XW, екі әуе желі болғандықтан XW2 және реактордың кедергісі XRL деп белгіленген. Және байқап тұрғандағыдай, оларды әріптік емес сандық түрде де көрсетуге болады. Және ол есептің соңына дейін солай сақталады. X1, X2, X3, X4, X5, X6 деп. Алмастыру схемасының элементтерінің параметрлері режим параметрлері сияқты электр қозғалтқыш күші, кернеуі, ток, барлық кедергілер мен ток қуаттары, өлшем бірліктері вольт, ампер, ом, вольт, ампер деп жазыла береді атаулы бірліктер жүйесінде. Ал салыстырмалы бірліктер жүйесінде оларды көрсетуге болады. Егер есеп салыстырмалы бірліктерде жүргізілсе, онда екі негізгі шамалар таңдалады. Ол толық қуат, базалық қуат дейміз, немесе базалық қуаттың мәні 1000 вольт ампер, немесе 10.000 вольт ампер қылдырып алынады. Одан басқа екінші параметр ол базалық кернеу. Базалық кернеу болғанда оның орта кернеуге тең қабылдайды. Ол трансформацияның әрбір сатысы үшін орташа номинал кернеуін шкала бойынша анықтайды. Мысалы 1000 киловольтқа 1115, 500 киловольтқа 515, 220 киловольт болса оның орнына 230, және 110 киловольт болса оның орнына 115. Осы әрқайсысына тоқталатын болсақ, генератордың кедергісін есептесек, мысалы X-ді 2 штрихті генератордың ол аса өтпелі кедергісі деп аталады және оны генераторды таңдаған параметрлерінің кестесінен аласыңдар. Ал S базалық бағана айтқандағыдай 1000 немесе 10.000 деген кез келген бір мәнді алуға болады. S номинальный деп тұрғанымыз генератордың номинал қуаты. Одан басқа энергожүйенің кедергісі. Мұндағы X номинальный система салыстырмалы бірліктерде жүйенің кедергісі деп саналады. Және S номинальный система ол жүйенің толық қуаты. Осы екі шама берілгенде міндетті түрде болу
қажет. Екі орамды трансформаторды айта кететін болсақ, мұнда УК пайыз таблицада берілген болып, және S номинал ол трансформатордың номинал қуаты алынады. Осының ішіндегі УК қысқа тұйықталу кернеуі деп аталады. Үш орамды трансформаторда да екі орамды трансформатордағыдай формулалары тек әрбір тармаққа жеке өзінің кедергісі анықталады, және олар XB дегеніміз жоғары кернеу жақтағы, XS дегеніміз ортан кернеу орамындағы, және XN дегеніміз төмен кернеу орамындағы кедергілері. Одан басқа жаңағы осы кедергілердің ішінде УКВ, УКС, УКН дегеніміз осы жақтағы формулалардан аласыңдар. Егер қандай да бір орамның қысқа тұйықталу кернеуі нөлге тең немесе нөлден аз болса, онда трансформатордың тиісті орамның кедергісі нөлге тең деп қабылданады. Желінің кедергісі. Желінің кедергісінде XU деліні деген желінің меншікті кедергісі жаңағы кесте Рожкова Козулин оқулығындағы 3/3 кестесінен L желінің ұзындығы болып келеді. Оны да тапсырмада Неклепаевтың 20 бетінен алынады, бірақ мен тәжірибелік жұмысты сендерге бергенде кестелерін барлығын таратам. Реактордың кедергісі, бұл кезде реактордың XR индуктивті кедергісі болып саналады, және оны реактордың маркасынан алынатын сан. Ол мысалы 0,06 болуы мүмкін. Реактордың жалпы типіне байланысты. Осы таңдалған базистік шамаларға сүйене отыра базистік токты анықтауға болады. Одан басқа қысқа тұйықталу токтарын осы базистік токты қолданып, және эквиваленттік кедергіні анықтағаннан кейін, және осы ES-ті кестеге берілген мәндердің арасында болады. Осы ES-дің мәнін қойып, жалпы қысқа тұйықталу тогын анықтауға болады. Қорытындысында келгенде, электр желілеріндегі алмастыру сұлбаларының параметрі 1000 вольттан жоғары әдетте салыстырмалы базистік бірліктерде, ал 1000 вольттан төмен желілерде атаулы бірліктерде көрсетіледі. Қысқа тұйықталу токтарын есептеу үшін эквивалентті сұлбалар өтпелі режим үшін жасалады. Трансформатор болған кезде алмастыру сұлбасының параметрлері кернеудің базистік сатысына келтіріледі. Алмастыру сұлбаларын түрлендіру жайында қарастырайық. Алмастыру сұлбасын түрлендірудің мақсаты оны қарапайым түрге келтіру болып табылады. Түрлендіру жүргізгенде тізбектей және параллель қосылуды, үшбұрыш жалғауды жұлдызшаға айналдыру және кері тізбекті түрлендіруді қамтиды. Осындай электротехниканың теориялық негіздері пәнінен өткен заңдылықтарды қайта қайталайық. Мысалы, тізбекте жалғанған кедергілердің эквивалентін барлық қосындысы арқылы анықтайды. Ал параллель жалғанған Z эквивалентін егер 3 кедергі немесе одан көп кедергі болса, онда әуелі толық өткізгішті анықтап алып, толық өткізгіш U әрпімен белгіленеді, U тең 1 бөлінген Z. Одан кейін барлық өткізгіштерді қосып, Z эквивалентті 1 бөлінген толық өткізгіш деп анықтауға болады. Ал егер екі тармақты параллель жалғайтын болсақ, онда үсті көбейтіліп, асты қосылады кедергілердің. Кей жағдайларда кедергілерден басқа олардың генераторлары да болады. Сондықтан генераторларында параллель жалғау керек. Үш генератор, демек 3 тармақты параллель қосу үшін осы оң жақтағы формуланы қолдану қажет. Ал егер екі тармақты параллель жалғау үшін осындай формула қолданылады. Үшбұрыштан жұлдызша айналдыру жиі кездеседі, әсіресе жылу электр орталығы станцияларында соның формулалары оң жақта көрсетілген. Және осы ZF дегеннің орындарында сан болуы мүмкін. Қарапайым схема бұл бір нәтиже беретін X рез немесе X эквиваленті бар схема. Қысқа тұйықталу есептеуге арналған сұлба келеді. Мысалы, А суретіндегі есептік сұлбадан алмастыру сұлбасын алып тұрды, және алмастыру сұлбасынан осы соңғы қарапайым сұлбаны алып тұр. Өйткені барлық кедергілердің суммасын бір жерге қосқанда X результирующийді алады. Сұлбалар әртүрлі болуы мүмкін, мынау мысал ретінде келтірілген сұлба. Одан басқа мысал қарастырайық. Міне электростанцияда 220 киловольт қашық тарату құрылғысы энергожүйемен әуе желісі L1 арқылы байланысады. Ал 110 киловольттық қысқа тарату құрылғысы әуе желісі және жоғарылатқыш трансформатор
және генератор осы 110 киловольттық блоктың барлығын, тарату құрылғысының барлығын автотрансформатор арқылы жалғайды. Автотрансформатор AT1, AT2 байланыстыру үшін қажет, екі кернеуден кейін. Ал енді X1-ге келетін болсақ, ол энергожүйенің кедергісі болып келеді, X2 әуе желісінікі, X3, 4, 5, 6, 8 деген автотрансформатордың кедергілері. Бағана айтқанымдай, егер кернеудің қысқа тұйықталу кернеуінің біреуі 0-ге тең немесе 0-ден кем болатын болса, онда оның кедергісі ескерілмейді деп едік, сондықтан онда X7-нің мәні жоқ. X9 ол әуе желісінікі L2-нің, және X10 трансформатордікі, және X11 генератордың кедергілері. Сонымен есептік сұлбадан алмастыру сұлбасын алып, барлық кедергілерін жеке есептеп алып, осының бәрін бір кедергі немесе 3 тармаққа дейін қысқарту керекпіз. Онда қараңдар, 9, 10, 11 тізбектей, X1 мен X2 тізбектей, және X6 мен X8 тізбектей. Сонда қараңдар, осындай сұлба алып тұрмыз. X1, 2, X9, 11, және жаңағы әлі сұлба аяқталмаған деп саналады, өйткені X3 пен X6 параллель орналасқан. Оларды параллель жалғап, осындай сұлба аламыз. Енді көріп тұрғандағыдай, тек бір тармақ қалды, екі кедергісін қосатын. Сонда бізде 3 тармақтан тұратын сұлба құрайды. Сонда мына жағында энергожүйенің тармағы, мына жақта генератордың тармағы, және автотрансформатордың төменгі кернеу жағындағы тармағы, қысқа тұйықталудың токтары осы нүктеге қарай бағытталады. Енді осы параметрлерді біле отыра, әр тармақтың жеке қысқа тұйықталу тогын анықтап, осы қысқа тұйықталу нүктесіне қарай қосады. Сонда жалпы қысқа тұйықталу тогын білуге болады. Енді өздік жұмысқа тапсырма дәріс материалдарын оқулықтармен толығырақ танысып, сол оқулықтардың бір деген ол Рожкова Козулина оқулығы 53-70 бет, 2 деген Неклепаевтың оқулығы және қосымша оқулықтар. Бақылау сұрақтарға жауап беріңіз.